Сәлем достар, бүгінгі сұрақ. Таңғы сағат 5-те тұру қалай өмірді өзгертеді? Мен қаншама адамдардың, қаншама ұлы тұлғалардың таңғы сағат 5-те тұрғанын білем. Және де олар бұны мақтайды. Бұл қалай маған әсер етеді? Өте керемет сұрақ, себебі таңғы сағат 5-те тұру өте керемет нәрсе. Және де дәл осы сұрақтың жауабын бүгін біз айтатын боламыз достар. Бұл болашақ мұғалімнің арнасы. Міндетті түрде арнаға тіркеліп кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, бұл видеоны достарыңызға таратыңыздар. Сіздер де таңғы сағат 5-тің клубында болыңыздар. Анандай клуб емес, сіздердің ойлайтындарыңыздай, ал легендалардың клубында болыңыздар. Кеттік достар, ендеше бастаймыз. Және де инстаграмға тіркеліп кетіңіздер, ссылкасы описанияда. Кеттік бастаймыз. Таңғы сағат 5-те тұру өмірді қалай өзгертеді? Мен бірнеше өзімнің өмірінен алып қарастырайын. Мен бірнеше элементтерді пайдаланып көрдім. Мен сағат 8-де тұрдым, мен сағат 7-де тұрдым, мен сағат 6-да тұрдым, мен режимсіз тұрған уақыттарым болды, мен сағат 5-те тұрған уақыттарым болды, мен сағат 4-те тұрған уақыттарым болды. Және де бұл жерде тек қана 5 емес, сонымен қоса 4 дегенде уақытта 5:30, 4:30, 5 деген сияқты. Сен дәл осындай уақытта тұрған кезде адамдардың барлығы ұйықтап отырады. Адамдардың барлығы ұйықтап отырады. Және де сағат 12-11-лерде тұратын адамдар бар. Бұндай адамдар да бар. Алайда сен дәл осындай басқа адамдар ұйықтап жатқан кезде, сондай бір уақытта оянған кезде сен өзіңді король сезінесің. Сенде $1 миллион болмауы мүмкін. Сенде бір керемет хатам болмауы мүмкін. Сенде бір керемет көлігің болмауы мүмкін. Бірақ сен солдай уақытта тұрған кезде, және сен өз-өзіңді жеңіп өткен 5-те тұрғанда адамдардың барлығы сол сен айтқан осы сұрақтың жауабын айтқан адам, ол адам барлығы, осы кез келген қаражақ адамдардың барлығы, 5-те тұратын адамдардың барлығы, олар жаңағы будильник шырылдаған кезде автоматта тұрады, оянып кетпейді. Олар күреседі, миы оларға айтады: керек емес, кішкене ұйықтай тұр, сен кеше кеш тұрдың, сен кеше кеш ұйықтадың, ұйықтай тұр. Бірақ сол адам бәрібір де миын жеңіп, сен өз-өзіңді миыңды жеңіп, алдаушы миды жеңген кезде сен өзіңді өте керемет сезінесің. Бұны толықтай айта аламын. Және де дәл осының арқасында сен өз миыңды жеңіп, сен таңертең тұрғанда сен өзіңді король сезінесің. Сен бүкіл әлемді жаулап алғың келетіні, жаулап алуға тұрарлықта және де жаулап алатын адам сияқты сезінесің. Дұрыс мағынада айтқан кезде. Яғни өзіңді сенімді болғың келсе, өзіне деген сенімділікті максимально тұрғыда арттырғың келсе, сен осы уақытта тұрған дұрыс. Бұл бір. Екіншісі, бұл сенімділік, біріншісі сенімділік. Екіншісі, менің жалпы таңғы рутинам қандай? Мен сағат 5-те тұрам. Таңғы сағат 5-те тұрам. Мен салқын душқа түсем, яғни өзімнің мынандай ұйқымды толықтай ашып аламын. Одан кейін барып тренировка жасаймын. Тренировка жасаған кезде мен максимально тұрғыда энергия аламын. Таңғы тренировка жасаған кезде мен максимально тұрғыда энергия аламын. Осының арқасында одан кейін мен проект жасаймын, яғни маған керегі жұмысты жасаймын, мен болашағыма әсер етеді. Дәл соны жасаған кезде мен өзімді максимально тұрғыда күшті сезінемін. Бұл біздегі таңғы уақытын беретін нәрсесі. Екіншісі, бұл сенің уақытына максимально көмек береді. 5-те тұру, яғни осы екі бойынша біреу тоқтамасаң, энергия саған, мотивация саған сенімділік береді. Екіншісі, бұл сенің уақытыңды тиімді өткіздіреді. Ешкім саған жазбаған кезде, ешқандай соцсети сені миыңды мазаламаған кезде. Біздегі осы достар, ендеше міндетті түрде бітірмес бұрын 5-те тұруды ұмытпаңыздар, 5-те тұрыңыздар, 5-те тұруды дағдылаңыздар. Ерте тұру жалпы таңның шапағатын сезініңіздер. Одан кейін тинейджер клубқа өтіңіздер. Бұл жасөспірімдер өмірін өзгертетін 14 күннен тұратын, әзірше 14 күннен тұратын, 3 блоктан тұратын бұл тинейджер клуб курсы болып саналады. Бұл сіздердің өмірлеріңізді максималды тұрғыда өзгертеді. Толығырақ ссылкада, описанияда. Кеттік достар, келесі видеоларда кездескенше.